Бүгінде әлеуметтік желісіз өмір сүру мүмкін еместей болып кетті. Себебі қуансақ та, мұңайсақ та, тіпті отбасылық мәселемен қоғамдағы өзекті тақырыптарды, ішкі ойларды осы желіге жазып, жұрттан көмек сұрайтын күйге жеттік. Одан қалса, минут сайын лайк пен пікір санын тексеріп, желі жұртының сөзіне құлақ асамыз. Бұл әдет пе әлде ауру ма? Олай болса, Threadsте талқыланған тақырыптарға шолу жасап көрейік. Бір аптада не туралы сөйлесіппіз? Threads жұртының назарында көш бастап тұрған, дипломын жыртқан студенттің әрекеті. Сахнаға шыққан бітіруші түлек қолына ресми дипломын алған сәтте-ақ бірден оны жыртып тастаған. Кейіннен дипломы керек болмаған бала желі жұртынан арнайы видеомен кешірім сұрады. Сондай-ақ студент ресми дипломын жыртпағанын, оның орнына құжат көшірмесін жыртқанын айтып өтті. Дипломның түпнұсқасы жыртылған жоқ. Алдын ала дайындап әкелген көк қағазды жырттым. Бұл әрекетіммен ешкімді қорлағым келген жоқ. Білімнің қадірін түсіру мақсатында жасалмады. Қоғамда теріс пікір туғызады деп ойлаған жоқпын деп ақталды ол. Бірақ оның бұл әрекетін ешкімде кешірмеді. Солай диплом жыртып, хайп қуған түлек дипломмен жұмысқа емес, полицияның қамауына кетті. Threads назарында тұрған тағы бір тақырып қазақстандық футболшы Дастан Сәтбаев боп тұр. Челси сапына енді ғана өткен Дастан Сәтбаевтың суреттері желіге жариялана бастаған. Ал біздің қазекеңдер суреттерге лайк басып, Челсидің парақшасына 10 мыңдаған пікір жазып үлгеріпті. Соншама не жазды дейсіз ғой? Алматылық жас жігітке қолдау көрсетушілердің дені қазақ жанкүйерлері Дастанды ойнатыңдар, Сәтбаевқа пас беріңдер, біздің балаға дұрыстап қараңдар, гол салмаса салмасын, Дастанның қарны тоқ болсын деген мазмұнда түрлі тілектер жаудырып жатыр. Threads трендіне айналған тағы бір тақырып, аптап-ыстық, жұрт бір-бірімен ауа райын талқылап, жаңбыр жаудырамыз дегендерді іздеп, ақыл кеңес сұрап әлек. Threads лентасында банкте петарда жарылған ерлі зайыптылардың әрекеті де қызу талқыға түскен. Алаяқтарға алданып, қаражатын жоғалтқан ата мен әже Павлодар тұрғыны. Қаражатын қолды қылған зейнеткерлер ерлі зайыпты телефон арқылы алаяқтардың сөзіне сеніп, банк ішіне петарда жасалған торт алып келген. Олар алаяқтардың айтқанын орындап, торттың ішіндегі петарданы жарып жіберген. Ал алаяқтар петарданы жарсаңыз ақшаңызды қайтарып береміз деп сендірген. Осылайша олар алаяқтарға алданып сан соғып қалды. Ал бұл мәселемен қазір полиция айналысып жатыр. Жұртты шулатқан тағы бір тақырып Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің дипломы боп тұр. Түлектердің басым бөлігі биыл қазу берген дипломның материалы көңілден шықпағанын жазады. Кейбір оны тым жұқа, папкаға ұқсайды. Бұрынғыдай салтанатты көрінбейді деп бағалап үлгерген. Көпшілік дипломның жаңа дизайнын талқылап, латын қарпімен жазылған мәтін мен А4 форматындағы ресми құжаттың сыртқы келбеті туралы түрлі пікір айтты. Бірі заманауи шешім десе, енді бірі бұрынғы үлгісі әдемірек болғанын да жазып үлгерген. Түлектердің тағы бір шағымы: диплом табыстау рәсімі ашық аспан астында күн райы жақсы кезде емес, жаңбырлы күні өткенінде. Соның салдарынан көптеген ресми құжат бүлініп, кейбір дипломдардың бүлініп су болғаны расталды. Ол туралы тіпті жазбалар да жарияланып кеткен. Қолданушылар ұйымдастыру жағын да сынға алды. Ал университет әкімшілігі су болып өңі кеткен дипломның бәрін қайта жаңартып та берген. Сонымен қатар университет өкілдері дипломның халықаралық стандартқа сай дайындалғанын, қағазы беріп мықты және құжатта қорғаныс үшін арнайы QR-код бар екенін айтып өтті. Сондай-ақ дипломның А4 форматында болуы ресми құжатқа қойылатын талаппен байланысты екенін де түсіндіріп өткен. Threads'тің бір құдіреті үлкен кіші бизнес иелеріне бір-біріне қолдау көрсетіп, халықтың керегін қамтамасыз етіп отырған дәл осы платформа екендігінде. Ыдыс іздесеңіз ыдыс, үй керек десеңіз баспана, тіпті қандай мамандық таңдауға болатын керек кеңес пен жылтыр жарнаманы бәрін де табуға болады. Ең бастысы, желідегі алаяққа алданып, жылтыр жарнаманың құрбаны болып, оңай табыс дегеннің сөзіне сеніп сан соғып қалмасаңыз болғаны. Әлеуметтік желі ол өмірдің бір бөлігі емес, тек байланыс құралы екенін естен шығармаған жөн ағайын. Сол себепті Threadsке сенемін деп алаяқтың құрбаны болып кетпеңіз. Сізбен бірге болған көршінің қызы.